Саламатсыздар ма? Сабақтың тақырыбы блокчейн технологиясы. Қарастырылатын мәселелер: блокчейн технологиясы, блокчейн қалай жұмыс істейді, майнинг түрлері, биткоин тарихы, биткоин артықшылықтары, блокчейн қалай жұмыс істейді. Блокчейн тура баламасы, блоктардың тізбегі. Бұл технология биткоин электронды валютамен транзакция жасау үшін 2008 жылы белгісіз ғалым Сатоши Накамотомен ұсынылған. Ол алғаш рет 2009 жылы цифрлық валютаның компоненті ретінде жасалған. Блокчейн барлық операциялар бойынша негізгі жалпы реестр рөлін атқарады. Блокчейн технологиясының арқасында биткоин ешқандай билік немесе орталық серверді пайдаланбай, қосарланған шығындардың мәселесін шешетін алғашқы сандық валюта болды. Блокчейн дегеніміз не? Блокчейн сақтау құрылғылары жалпы серверге қосылмаған дерекқор. Бұл дерекқор блоктар деп аталатын реттелген жазбалардың үнемі өсіп келе жатқан тізімін сақтайды. Әр блоктағы уақыт белгісі алдыңғы блокпен байланысты жұмыс істейді. Блокчейн қалай жұмыс істейді? Әрбір адам интернетке өз ақпаратын орналастыра алады. Содан кейін әлемнің кез келген жерінен басқа адам оған қол жеткізе алады. Блоктар тізбегі кез келген мәндерді жібере алады. Тек блокчейн файл арқылы екінші адам ақпаратты ала алады. Сонымен қатар қабылдаушы адамда белгілі криптографиялық кілт болу керек. Сол кілт арқылы белгілі блокты пайдалануға рұқсат алады. Сол криптографиялық кілттер хеш-код немесе хеш ақпарат арқылы жұмыс істейді. Хеш-код адамның қол саусағының таңбасы сияқты ешқашан қайталанбайды. Транзакциялардың тұтастығын, өзгермелілігін бақылау үшін блоктарда қолданылады. Мысалға, 4 хеш-код операциясын көрейік. Майнинг қалай жұмыс істейді және оның түрлері? Майнингте биткоин немесе басқа криптовалюталарды өндіру немесе іздеп табу болып табылады. Майнинг негізі ағылшын тілінен аударғанда майн өндіру деген мағынаны білдіреді. Биткоин немесе басқа криптовалютаны табу үшін майнингті қолданамыз. Майнинг негізі блокчейн технологиясы арқылы жұмыс істейді. Блокчейн дегеніміз кез келген операцияларды белгілі блоктарға бөліп жұмыс істеуі. Ал майнингтің өзі кез келген компьютер арқылы жасауға болады. Майнер биткоин немесе криптовалютаны табу өте мықты компьютер немесе процессор керек. Себебі барлық блокчейн операциясы процессор арқылы өтеді. Блокчейн технологиясы әлемдегі кез келген процессор арқылы жүреді. Майнер электронды цифрлық қолтаңбаны табу үшін арнайы есептеулерді орындау үшін процессор қуатын пайдаланады. Сол цифрлық қолтаңбаны тапқан үшін майнерге криптовалюта сыйақы түрінде беріледі. Майнинг арқылы қауіпсіз транзакция жүргізе алуға мүмкіндік алады. Майнинг түрлері. Майнинг жұмыстарын қолданылатын құралы байланысты ажыратуға болады. Негізгі түрлері, яғни біріншісі ол компьютерлік процессорларды дағы өндіру. Криптовалютаны өндірудегі тиімсіз тәсілі болып табылады. Monero сияқты криптовалюталарды ғана өндіруге болады. Бірақ тіпті қуатты компьютерлерде де нақты табыс әкелмейді. Екіншісі видеокарта арқылы өндіру, GPU. Көптеген криптовалюталарды осы арқылы өндіруге болады. Соның ішінде эфир, дашты өндіруге болады. Radeon немесе GeForce видеокарталарын қолданған тиімді. Тұрақты режим арқылы криптовалюталарды өндіруге мүмкіндік бар. Үшіншісі ASIC арқылы криптовалютаны шығарудың тиімді тәсілі болып табылады. ASIC арнайы архитектурамен жасалған процессорлар майнингке арналған болып табылады. Мұндай құрылғыларда өтемақы жоғары деңгейі бар және оларды сақтау оңай. Бірақ бір жаманы тез арада істен шығып қалады. Төртіншісі ферма. Ферма ол қуатты графикалық видеокарталарды біріктіру арқылы жұмыс істейді. Бір немесе бірнеше компьютерге қосылу арқылы. Бұл жоғары тиімділікті көрсетеді, ал жабдықтар шынымен қайталама нарықта сатылады. Майнерлер санының артуы видеокартаға деген сұраныстың артуына әкелді. Бұлтты майнинг. Бұл дегеніміз кез келген фермадағы процессорды жалға алу арқылы жүзеге асады. Мысалы, айы белгілі бір процессорге ақша төлеп отырсам болғаны.
ал қалған процессордың тапқан пайдасы тікелей өзіне түседі. Бұл әдіс тиімділігі бұлтты майнинг жұмыстарының тарифтеріне, ағымдағы тарифке және желі күрделілігіне байланысты. Биткоин танымал криптовалюта түрі. Биткоин виртуалды ақша айналымға түсетін электрондық төлем жүйесі. Visa және MasterCard сияқты электрондық төлем жүйесі. Бірақ Visa мен MasterCardта әйгілі валюта доллар, евро, гривня, рубльді қолданады. Және онда барлық операциялар банкты өңдеу арқылы өтеді. Онда валюталар фиатты деп аталады. Биткоин криптовалютасы кез келген әлемдік банкке немесе кез келген елдің экономикасына байланысы жоқ таза цифрлық валютаны қолданады. Сұраныс аясында қалыптасатын өз құндылығы бар. Биткоин артықшылықтары. Бүкіл жүйе орталықсыздандырылған. Бұл дегеніміз биткоин банк, агенттік немесе мемлекеттік органмен реттелмейді. Мысалы, Visa және MasterCardта Gold, Platinum веб карталары бар. WebMoney немесе Kiwi сияқты жүйелерде пайдаланушы деңгейлері бар. Транзакция көлеміне шектеулер бар. Ал биткоинда ешқандай карталар немесе шектеулер жоқ. Псевдоанонимдік. Биткоинге жіберілген кезде қолданушылар өздерінің жеке басын көрсетпейді. Транзакциялар үшін алушы және жіберушінің басқа деректерін ашпай, цифрлық адрестер пайдаланады. Үшіншісі ол қайтымсыздық. Биткоиндағы барлық операциялар қайтарылмайды. Оларды болдырмауға, тоқтатуға немесе блоктауға болмайды. Теориялық тұрғыдан алғанда операцияны қайтарып алуға болады. Бірақ оны іске асыру өте қиын. Төртіншісі қауіпсіздік. Биткоин әмиянын бұзу мүмкін емес. Барлық деректер тек қана арнайы файлда сақталады. Және оған тек қолданушы ғана кіре алады. Банк жүйесіндегідей транзакция деректерін орындау кезінде хакерлер ақшаны ұстап алу мүмкін емес. Биткоин криптографиялық жазбаларды пайдаланады. Ол дегеніміз құпиялық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шифрланған деректер. Келесі операциялардың тікелей сипаты. Аударымда тікелей P2P, peer-to-peer, екі адам арқылы арасында жасалады. Транзакция үшінші тараптың қатысуынсыз өтеді. Сондықтан биткоин операциясын оның пайдаланушылардан басқа ешкім қадағалай алмайды. Биткоин тарихы. Криптовалюталарды жасау тарихы айқын хронологияға ие емес. 10 жылдықтар бойы криптография саласында математиктер жаңа жүйені құруға тырысты. 2008 жылы Сатоши Накамото мен Хэл Финни әлемдегі алғашқы криптовалюта биткоинді құрды. Сатоши Накамото басты атаққа ие болды. Ол биткоин хаттамасымен файлды жариялады. Сонымен қоса жаңа төлем жүйесінің ерекшеліктерін қысқаша сипаттады. Сатоши Накамото құрметіне әлемдегі ең аз монета бөлшегі берілді. Ең қызығы Сатоши Накамото туралы ешқандай ақпарат жоқ. Оның кім екендігін әлі ешкім білмейді. Бар ақпарат ол адам биткоин құратын кезде Жапония елінде тұрған және 37 жаста болған. Биткоин түрлері. Жалпы, басқа пайдаланушыларға қолжетімді блокчейн. Мұндай тізбек биткоинде қолданылады. Сервистік. Бұғаттау тізбегі барлық пайдаланушыларға қолжетімді, бірақ олардың саны шектеулі. Жеке. Оқуға және жазуға қолжетімділік шектелген тізбек. Басымдық. Түйіндерді орнатуға болады. Мұндай блокчейнге транзакцияларды орындайтын шектеулі адамдар тобы қатысады. Блокчейннің жақсы жағы. Ол орталықсыздандыру, сенімділік, мөлдірлік, жан-жақтылық, жоғары жылдамдық, төмен төлемдер. Блокчейннің кемшіліктері. Ол қайтымсыздық. Егер қате жасалған болса, сіз операциядан бас тарта алмайсыз. Шабуыл жасау қаупі. Егер биткоин тізбегінің 51% бір пайдаланушыға тиесілі болса, желінің тұтастығына нұқсан келтіруі мүмкін. Келесі ол масштабтылық. Ағымдағы блок өлшемінде жүйе 1 секунд ішінде 7 операцияны өңдейді. Пайдаланушылар саны өскен сайын бұл көрсеткіш аз болады. Қай кезде қолданылады? Блокчейн технологиясын қаржы әлемінде ғана емес, сонымен қатар өмірдің басқа да бірқатар салаларында қолдануға болады. Авторлық пен жеке басын қорғау, дауыс беру кезінде, құқықтану және менеджмент саласында, жылжымайтын мүлік саласында, қор биржасында және қызмет көрсету саласында және тағы басқа. Осымен болды.
назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.